Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен шахматта қайталау нелер, в общем, мен жаз бойы шахмат ойнадым да, соны қайталап жатқанымда видео түсіріп жатырмын. Айтпақшы, мен көп ходтарды ұмытып қалыптым, енді бұрынғыдай ойнамасам да, қазір енді ойнауға тырысамын бұрынғыдай. Айтпақшы, лайктарыңызды басып, астындағы жазылу, яғни подписаться деген кнопканы басып отырыңыздар, ал ойынға кеттік. Так, алдымен мен осыны жүрмін әрқашан. Осы менің басты ходым болып кетті ғой. Бұны ағай үйреткен. Ағай үйретпеген, балалардан үйренген. Бүкіл ойынды осы шарттарым арқылы ағай үйреткен. 3 ай бойы шахмат ойнамаған соң, ходтардың бәрін ұмытып, содан кейін қайталауды осы 3-4 күн болды, қайталауды бастап жатырмын. Солай жүрдім. Мен так қуалап жүріп не жейді, не бәсе. Осыны тақанса қуалап жүріші. Орнынан қозғаламайтындар логика. Жоқ, ондай ақымақ емес екен. Егер мынаны былай қоя салмасам, маған қазір вилка түсуі. Ай. Ана пешканы жеп қояйын деп едім. Жеп бірден неге шығып кетейін деп едім, шабуылға. Болмады. Кішкене даусым қырылдап тұр, айтпақшы. Оған мән бермеңіздер десем мен. Ол солай жүруі тиіс болатын. Осындай қылу. Ой, мен дұрыс істемедім. Қатияқаттың көкесіне көрсеткен қайсыр. Так, мен ананы жасасам. Либо анау. Ол не істейін деп жүр, мен түсінбедім оның да тым түсініксіз. Жейін ба, или қашайын ба? Ходтан көстірмекке қазір таңдауда. Бұдан кішкене қолай тұрайыншы. Бұл аттымы да келді. Ойлан. Қазір мана қашып кетуім керек болып тұр. Бір анау жерінен деп тұр. Слонда қанба жоқ. Қалай қойсын дұрыс болмақ керек. Оның қашығанда не қашып. Қашып. Маған мынаны
қыз кімде екенін білмейді ғой. Ал сіздердің видео оған шахматты жаңадан қайталап жүр деген рухани